Тамақтан кейін кешкі таза ауада Кентау қаласында серуендеп жүрміз. 3-4 күннен бері ма, бір апта болды ма, жел деген сұмдық болды. Жел болсын, жаңбыр болсын, ренжіме, ол Алланың берген сыйы деп жатады ғой. Сол желіміз еліміздегі жаман шаң тозандарды, вирустарды алып кетсін. Жақсылығын бізге дәл осы гүлдер сияқты тастап кетсін деген ниетіміз бар. Бүгін ақпанның 28-і 2023 жыл. Үйге кіргім келмейді, далада жүре бергім келетін ауа райы болып тұр. Керемет. Әсіресе Кентаудың ауасы керемет. Түркістанға қарағанда. Енді кешкі Түркістанда да осындай болып тұратын шығар, бірақ күндізгісін енді айта алмаймын. Жел болса жел болып ысып кетеді, шаң болып. Күн шамал ысса, тура бір неде жүргенде боласың. Арабияда орамалды бүркен тағып алып жүргің келіп кетеді. Кентауға уже жақындаған кезде ауа райы екеуін жер мен көктей. Сөйтіп Кентауды қимай тұрмыз. Ауа райын